Көп сұранысқа ие товарларда аферистер көп болады. Әсіресе басқа мемлекеттерден, Ресей мемлекетіне. Олардың афераның механизмі қандай дейсіз? Товарының бағасы 2-3 есе арзан болады. Содан кейін олар айтады, біз осындай қаладамыз, складтың фотосын, товардың видеосын, құжаттардың көшірмесін жібереді, паспортын өзінің селфиін бір жібереді. Сіздерге айтады, 50%-ын қазір төлесеңіз, міне партия азайып жатыр. Кейін Қазақстанға келген кезде бұл товарға қалған ақшасын төлейсіздер деп айтуы мүмкін. Сәлем, мен болашақ миллионерлерім. Бүгінгі біздің тақырып өте өзекті. Бүгін біз тендердегі аферистарды талдайтын боламыз. Негізі тендермен жұмыс істеп, аферистерге ұрынған адамдарды мен өте жиі көрдім. Қандай ситуациялар болды? Осыны талдайықшы. Біріншіден, неғұрлым товар болмаса, қызмет болмаса, жұмыс, хайп болса, хайп товар, хайп қызмет, хайп жұмыс деген сияқты. Осы сәтте ең көп сұранысқа ие болатын товарда, қызметте болмаса жұмыста аферистер өте жиі кездеседі. Мысалы, пандемия кезінде, карантин кезінде маска деген товар бұл бірден бір хайп товар болып кетті да. Маскаларды егерде жылына бір көлемді сатып алса, осы карантин кезінде, пандемия кезінде маскалардың сатып алу көлемі бір сәтте көбейіп кетті. Миллиондаған маскалар сатып алынды. Бірден сұраныс болса, онда ұсыныс та пайда болады. Бірден сол маскаларды сататын сатушылардың саны да көбейді. Бірақ әрқайсысы бұл сатушы аферист емес пе? Нақты бұл товарды сата ма деген сұрақ туындайды бұл жерде. Ситуациялар болады, мәселен, маскаларды қарастыратын болсақ, мәселен, мен масканы сатамын дейді да, ақшаңызды аударыңыз, кейін товарды мен сіздерге жіберем, Каспиге жіберсеңіздер болады, болмаса басқа карточкаға жіберсеңіздер болады деген ұсыныстармен аферист сатушылар біріншіден сізден ақша алуды көздейді. Ақшаңызды алып алғаннан кейін ол аферистер телефондарын өшіріп, карталарын сөндіреді. Карталарын сөндірмейді, бірақ телефондарын сөндіреді, кейін сіз оны іздейсіз, оған уақыт кетіресіз, полицияға барып заявление жазасыздар. Ол кісіні іздегенше уақыт кетеді, бірақ сізде товарды жеткізуге сіздің уақытыңыз азаяды. Бұл жерде товарды уақытында жеткізбесеңіздер, реестр недобросовестных поставщиковқа кіріп кетесіздер реестрға. Демек, 2 жыл тендермен айналыса алмайсыздар. Сондықтан да сақ болу керек. Егерде хайп товар болмаса, қызмет болса, онда бұл жерде абайлап поставщикті, сатушыны абайлап, тексеріп тұрып таңдау керек. Бұл жерде менің беретін кеңесім, сіздер товарды алмас бұрын поставщикпен кездесу керек. Егерде поставщик, сатушы басқа қаладан болса, онда ол адаммен кездесуге өзіңіздің танысыңызды, болмаса сенімді бір адамыңызды жіберуіңіз қажет. Ол тексеру керек. Товар нақты бар ма? Товардың сапасы қандай? Товардың саны жеткілікті ме? Товарды алып, ақшаны беру керек. Мінеки осылай поставщиктерді хайп товарлар, қызметтер болмаса жұмыстарды осылай тексеруге болады. Қазір хайптағы да қызмет, мәселен, TikTokта жарнаманы орналастыру деген сатып алулар бар. Сондықтан да TikTok агентстволар көбейіп сөйтіп жатыр қазір. Бірақ ол кісі нақты бұл блогермен жұмыс істей ме белгісіз. Осы жерде дәл сондай ситуация болуы мүмкін. Ақшаңызды алады, бірақ бұл кісі блогермен жұмыс істемейді екен деп, кейін уақыт өте келе білуіңіз мүмкін. Сондықтан да сақ болу керек. Өте сақ болу керек. Аферистер көбінесе хайп товар, хайп қызмет, хайп жұмыста көп болады. Сондықтан да біріншіден орысша фильмді көрсеңіздер, утром стулья, вечером деньги деу керек. Товарды алмастырып кейін товарды алатын болсаңыз, біріншіден товарды алу керек, содан кейін ақшаны беру керек. Қызмет болса, біріншіден қызметті орындау керек, содан кейін қаражатты төлеу керек деген сияқты. Осындай келісімдерге келуіңіз қажет. Бұл біріншіден. Бұл бір ситуация. Екінші,
көп сұранысқа ие товарларда аферистер көп болады. Мәселен, А4 қағазын қарастыратын болсақ, бұл жерде аферистер өте көп, әсіресе басқа мемлекеттерден. Мәселен, қағаздың бағасы біздің нарықта бір болса, олар жарнаманы береді. Бұл дәл осы қағазды, осы сападағы қағазды біздер 3 есе, 2 есе төмен бағамен сатамыз дейді. Мәселен, нақты бір мысалды қарастыратын болсақ, Ресей мемлекетінен өте көп аферистер. Әсіресе осы А4 қағазында. Олардың афераның механизмі қандай дейсіз, қалай бұлар адамды алдайды да, олар бұлай жасайды. Біріншіден, товарының бағасы 2-3 есе арзан болады. Содан кейін олар айтады, біз осындай қаладамыз, складтың фотосын, товардың видеосын жібереді сіздерге. Мінекей товар тұр складта, осындай қалада, біз сіздерге жібереміз, өзінің компаниясының құжаттарын көшірмесін жібереді, паспортын жібереді, өзінің селфиін бір жібереді. Содан кейін сіздерге айтады, 50%-ын қазір төлесеңіз, міне партия азайып жатыр, өте көп сұранысқа ие товар болғандықтан, бізде сатып алушылар өте көп. Егер де сіз бронь қойып қоям десеңіздер, бұл товарға 50% қазір төлеңіздер, кейін Қазақстанға келген кезде бұл товарға қалған ақшасын төлейсіздер деп айтуы мүмкін. Сонда сіз карточкасын жібереді, басқа банк, басқа мемлекеттің картасы, сіз соған қаражатыңызды жібересіздер. Бірнеше уақыт өткеннен кейін бұл аферистің схемалары қандай. Бұлар звондайды да айтады, мінекей дәл қазір складта Қазақстанға шығатын машине тұр. Сіздің қалаңызға кетіп бара жатыр. Дәл қазір мінекей біз қазір тиеуге дайынбыз. Егер де сіз қазірше доставка, логистика жағы ұйымдаспаған жағдайда мінекей дайын машина, қалған 50%-ыңызды жіберіңіз, қазір біз қағазыңызды тиеміз, жолға қанша уақыт кетті, мәселен, 1 күн, 2 күн, 3 күн, 4 күн мүмкін, товарыңыз сізге қолма-қол беріледі дейді. Сіз қарашы, мен ойланам деген кезде, бұлар жарайды дейді, қайтадан звондайды, мінекей машина тиеліп бітіп жатыр, не шештіңіз, ақшаңызды жібересіз, жіберейік па товарды, жібермей қояқ па, бізге бәрібір деген сияқты бір паниканы создавать етеді, ажиотаж. Сөйтіп сіз 50%-ын тағы да жібересіздер, телефон өшеді. Ол басқа мемлекеттің адамы болғандықтан, сіздерге жаңағыдай ол мемлекетке барып, сол мемлекеттің полициясына барып заявление жасасыздар. Содан кейін мен көрген тағы да 3-ші схема аферистарда бұл жерде бұлай болады. Бұл хайп товар емес, көп сұранысқа ие товар емес. Бұл мәселен сол мемлекетте көп шығарылатын товар болуы мүмкін. Мәселен, Ресейден көп қант шығады. Мұнандай случайды мен өзім жеке басым көрдім. Бір қант тендерін ұтып алды, сөйтіп бағасы әрине арзан, нарықтан арзан болады бұның бағасы. Бұл 3-ші схема. Сонда дәл солай партияны сатып аласыздар, сізге товар жеткізем, видео, ойбай, құжаттың бәрін жібереді, паспортын, селфиін, компаниясының жаңағыдай несін, құжаттарын жібереді. Содан кейін айтады, бірақ сіз бізге Қазақстаннан ақша салмаңыз, сіз шекараны өтіп, біздің мемлекетке келіп, ақшаңызды салыңыз дейді. Сөйтіп сіз барып ақшаңызды салады, кейін адам жоқ болып кетеді. Тағы да 4-ші схема бар. Тендерде аферистердің 4-ші схемасы бар. Бұл мен саған тендерді шығарып берем, маған 20%-ын дәл қазір төле деген адамдар аферистер. Себебі ешкім 100% сіз тендерді ұтасыз деп гарантия бере алмайды. Кез келген адам, кез келген тендерді парасыз, танысыз, көкесіз тек қана заң аясында ұта алады. Маған, мәселен, бір мастер-класста бір жігіт келді қасыма. Сөйтіп, өз бір депрессияда. Мен дейді, маған бір танысым, тендерді шығарып берем, маған 20%-ын дәл қазір бер, 100% гарантия, медоборудование,
сен бұны дайындап қой, сатып ал, тендерді мен 100% сен ұтатындай жасап беремін деп уәде береді. Әгі жігіт 20%-ын береді тендердің сомасының. Сөйтіп енді медоборудование бұл қымбат, бұны Қытайдан алдырады, өзінің үйін сатады, сататтағын жаңа медоборудование сатып алады. Заказчик тендері жариялайды, бірақ бұл тендерді басқа білікті тендерщик ұтып алады. Сонда былай қарасаңыз, әгі жігіт ана кісіге 20%-ын бір берді, үйін сатты, медоборудованияны алды, бірақ оны сата алмады. Себебі тендерді ұта алмады. Ешкім гарантия бермейді. Бұл аферистердің 4-ші схемасы. Егерде сізде тендерде бір афераға ұрынған болсаңыздар, комментарийдің астында бөлісіп кетсеңіздер керемет болушы еді. Сіздердің сабақтарыңызды басқа адамдар біліп, бұндай аферистерге ұрынбаса екен, менің ниетім сондай. Бұл тақырыпты көтеруім себебі де сол. Себебі біздер білімсіздіктен көп афераға ұрынып қаламыз. Және де егерде бұл видео сіздерге пайдалы болса, онда міндетті түрде лайк басып кетіп, біздің каналымызға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Себебі біздер өте пайдалы, қызықты тақырыптарды талқылайтын боламыз. Әлі алдыда да тендерге қатысты әрине барлығы. Ал егерде сіздерде тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, мархабат, комментарийге жазыңыз. Біз міндетті түрде жауап береміз. Ал егерде мен толыққанды тегін консультация алғым келеді десеңіз, WhatsApp-ымызға міндетті түрде жазыңыз. Біз сіздерге тегін консультация береміз. Әрекетке берекет, достар. Әрекеттің түбі нәтиже, нәтиженің түбі береке. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.